Здравствуйте, құрметті жерлестер. Здравствуйте, уважаемые односельчане. Бүгінгі дәстүрлі есепте бүгінгі кездесіп отырмыз. Халықпен қазірне өзіміздің кездесу, талқылау мәселелерді 25 жылға қандай жұмыстар атқарылады, қазір қысқаша мәлімет айтамын. Қандай жоспарлар бар біздің өндірісімізде, және де сіздердің де біздің мектебінің шешілмей жатқан мәселелер бар. Соларды бірге талқылап, осы жерде кездесу жайымыз бар. Және де 16 мамырда, 16 майда қала әкімімен бірге тағы да бір кездесу болады. Сонда да сол мәселелер шешілмей жатқан өзіміздің деңгейімізде шешілетін сұрақтарды осы шешеміз. Сосын біздің талаптарымыз қандай талаптар бар, сол талаптарды әкімнің көруі керек болатын болса, жоғарыда биліктегі көмек керек болса, сол мәселелерді 16-да жеткізетін боламыз. Хочу екі тілде айта берейін. Сегодня мы собрались поговорить на нашем поселке, какие есть насущные проблемы, планы развития на 2025 год, какие средства предусматриваются, какие у нас есть проблемы не решающие в ближайшие вот эти года, какие помощи нужны. Сейчас сегодня сами здесь обсудим, без других из города никто не приезжал. Это встреча просто с Василием проводим, а 16 мая уже будет с участием акима города. Те или иные вопросы, которые вот сегодня мы здесь поговорим, которые решаемы на этом уровне, которые нерешаемые уже, где надо будет уже помощь акима города или областного значения. Там эти вопросы тоже будем обсуждать. Все эти проблемы. Бүгінгі таңда мне біздің Бестөбе кентімізде халықтың санын айтқым келіп отыр. Халықтың саны бізде қазір 1 январға қарағанда 5562 адамды құрайды. Енді бізде 21 жылы 6,5 мың халық болды. Қазір таңдап санақ бойынша 1000 адам енді қалада көшіп кетті, неге барып деген секілді сондай мәселелер бар. Енді келесі бізде жол жөндеу мәселесі бойынша енді қарастырып отырсаңыз, енді жерде слайдымыз бар. 24 жылы 3 көшеге жол салынды. 2-2 шақырым бұл Кеншілер көшесінде, Кеншілер көшесінің 500 метрін салдық, ар жағында биыл пландап жоспарлап отырмыз. Сосын Ержан Қапан көшесіне салынды, және Сәкен Сейфуллин көшелеріне салынды. Енді биыл 25 жыл қазір Кеншілер көшесін ары қарай жалғастырудамыз. Ар жағында бізде 400 метрдей жол қалды. Сосын Тақтаров мен Тәуелсіздік көшелеріне жол салынатын болады. Қазіргі таңда мен кішкене мәліметімді айтып алайын, сосын сұрақ жауап болған кезде сіздерге жауап беремін, жақсы ма? Қазіргі енді мердігер бізде договорымыз бізде 2 жылдық. Мердігер Мангистаудорсервис, өзі бізде алдыңғы жылдарда сол подрядный организациялар салынды. Қаражат есебіне келетін болатын болсақ, биыл бізде 155 миллиондай қаражат керек осы жолдарды салуға, жұмысты атқаруға. Қазіргі таңда қала бюджетінен бізге 85 миллиондай берілді. Қалғанын жартысын бізге облыстан қазір май айында тосып отырмыз. Алдында облыстың зам әкімі бірінші орынбасары Елдос Маратович келген кезде солай деп келіскен болатынбыз. Осы жұмыстарды біз атқарамыз ба деген ойдамыз. Енді келесі бізде енді 2 жылдан бері істеліп келе жатқан физкультурно-оздоровительный комплекс дейміз ғой, сонымен стадионмен бірге алдыңғы жылдары олар жақсы жұмыстарын атқарып келатқан болатын. Енді қаражат есебіне байланысты олар қыс уақытында жұмыс істелінген жоқ. Қазіргі таңда толық 100% оларға қаражаттарын берілді. Қазір мердігер жұмысына кірісті. Кеше ғана барып өзім бақылауыма қарадым. Уже техникалар әкелінген, жұмысшылар ақырын келіп жатыр. Енді оларға біздің қоятын талаптарымыз биылғы жылы фокты бізге табыстап ашылатындай. Ал енді стадионға келетін болсақ, кішкене мердігеріміз не болды да, онымен
бола деп отыр. Кішкене мердігер өзінің жауапкершілігін алмай, оны енді қазір қала бізде ЖКХ дейміз, заказчиктер строительства біздікі Паланка, солар жауап береді. Солармен соттасып кішкене ететін болатымыз. Қазір енді ФОП бойынша 2 этажын көтерілді. Сол 2 этажын көтеріп, қазіргі таңда заборлар бошап, сондай жұмыстар атқарылуда. Я хочу сказать по среднему ремонту, только что сказал, и по строительству ФОКа. Сейчас подрядчики у нас заехали, им финансирование было выделено уже 100%. Их задача ФОК сдать в этом году. Первый зам Ильдус Маратович, когда приезжал, их представитель, генподрядчик, сам присутствовал, было им поручением от первого зама, от Акима города, от всех жителей тоже, чтобы данный объект был сдан в срок. Финансирование есть, объем работы есть, они должны уже по основанию договора должны все требования выполнить. По стадиону пока работы не ведутся, там подрядная организация по договору не выполняет пока. Сейчас досудебные документы готовятся, уже отдел строительства уже дали. Сейчас пока данный вопрос по строительству спортивной, то есть по стадиону пока вопрос открыт. Это, думаю, более детально, более 16 мая приедет все руководство города, соответственно, и отдел строительства, и данный вопрос тоже будем озвучивать, на какой стадии, и выслушаем, какие будут приняты меры по этому данному объекту. И также вот у нас тоже долгострой, можем сказать, строительство школы на 300 мест. Сами знаете, сами наблюдайте, данный объект у нас уже с корректировкой уже более, наверное, 4 года или 3 года у нас уже она строится уже. Ну, сам объект мы посещаем каждый раз, можно сказать, даже неделю 3-4 раза захожу. Конечно, есть ряд вопросов, тоже приезжал нам первый зам Ильдус Маратович, Аким города приезжает, естественно, постоянно, и берем на контроль, чтобы данный объект был сдан. У них сроки до июля, чтобы они нам сдали этот объект. В июле должны уже учителя туда заходить и готовиться к новому учебному году. По школе я хочу сказать, благоустройство уже на 90% завершены. На сегодняшний день внутренняя отделка идет. Вчера я буквально там был. Уже классы уже заливают под линолеум привезли. И уже кабинеты под чистовой уже, можно сказать, уже первый этаж уже на 80% готов. И потом уже переходит на второй этаж. Вообще там 20 с чем-то кабинетов, спортзала есть у нас. И параллельно идется по электричеству, отдушины вот ведутся, и устанавливается уже где двери, где пластиковые двери. Ну, там работа ведется. Надеемся, чтобы они нам в этом году данный объект сдали, и 1 сентября, чтобы наши дети пошли в новую школу. Конечно же, эта школа у нас на 300 мест будет, на 300 мест сама будет отапливаться, самоотапливаемая школа будет. Вот такой вот объект хотим сдать в этом году. Также у нас планируется уличное освещение. Из городского бюджета нам выделили денежные средства. В этом году планируем установить 160 опор освещения. Если между столбами взять 30 метров по поселку, ну, по счету уходит 4,8, почти 5 километров дороги будем освещать. В данный момент конкурс проводится. Буквально на следующей неделе этот конкурс у нас завершится, определится подрядчик. После этого, я планирую уже здесь узким кругом вместе с сообществом собраться и определить, какие улицы будем освещать. Почему сейчас я этот вопрос, просто мы не встречались, я хочу, чтобы подрядчик уже определился, чтобы я с ним уже договор заключил, потом приглашу данного подрядчика и совместно с вами покажем, какие улицы
где что, пройдемся даже по месту и будем уже принимать решение протокольно. 5 километров вот эти вот дороги нам надо будет осветить. Также у нас будет производиться ликвидация стихийных свалок. Планируем, уже подрядчик определен. Подрядчик у нас вышел с Макинки и Бардушанов. Из местного бюджета было выделено 4 миллиона, заключили мы на 3 миллиона договор. Общий он должен вывести нам 4000 тонн, грубо говоря, стихийных свалок. Тоже вот мы его планируем вот в Кужункуле, где мы там около СПТУ построили детскую площадку, еще не завершенную, вывести вот эту вот стихийную свалку. И плюс еще совместно нам помогает ТО «Казахалтын». Мы с ними заключили меморандум. Где-то подрядчики будут вывозить, где-то «Казахалтын» будет вывозить. Хотим уже в этом году максимально вывести. И после этого данного завершения стихийных свалок, и у нас в мае будет еще второй конкурс будет. После второй конкурс будем объявлять тоже на стихийные свалки. Это уже будет где по остаткам, где не вывезли, там еще будем вывозить. В этом году мы хотим максимально до конца мая стихийные свалки максимально убрать. Также у нас будет подсыпка щебнем улиц поселка. Сейчас от населения поступают наши заявления, предложения, где будем подсыпать, пока те улицы, которые асфальта нету для поддержания. Планируется 38 тысяч, почти 500 квадратных метров отсыпать дороги. Тоже подрядная организация есть местные, будут подсыпку производить на нашем поселке. Также у нас ведется разработка ПСД. Сами знаете, проектная смета ПСД, проектная смета, документация, она составляется буквально неделю. А ПСД для прохождения вот этого все данные экспертизы есть, все вот эти процедуры, она занимает время. Конечно, еще какой подрядчик там выйдет для разработки данного ПСД. У нас пока 2 ПСД еще не заведено, 3 ПСД планируем. Вот по блочной модульной котельной планируется установка второй блочной модульной котельной. Вот эти многоэтажные дома, оставшиеся в микрорайоне, мы уже 16 многоэтажных домов охватили теплом. Теперь в этом году разрабатывается уже здесь центральной улице 20 домов. 20 домов, да? Как же сказали? Да, 20 домов планируем. Совместно еще заходит туда ряд объектов: школы, садики, дом культуры, потому что сейчас рассчитывается. Да, и, соответственно, вот эти все хотим теплом подать. Но в этом году строительства не будет, в этом году только будет разрабатываться ПСД. Если все успешно в июле или в августе месяце, я сейчас точно не могу сказать, с экспертизы выйдет, общая стоимость будет определяться. После определения общей стоимости уже будет подаваться бюджетная заявка от зависимости суммы. Я думаю, часть суммы будет с города выделяться, часть суммы будет выделяться с области. Но это уже после положительного выхода экспертизы. Также у нас в этом году подали бюджетную заявку уже, которую мы планировали тоже вот скотомогильник. У нас, сами знаете, нет у нас проблем, у нас тоже проект уже вышел с экспертизы, бюджетная заявка уже подана в область. Сейчас рассматривается вопрос на майской сессии либо с области, либо с городского бюджета будет выделяться. Там уже будем решать с маслихатом, половина город или половина в область будет выдавать. Так, также хочу тоже сказать, в вестибюле планируется еще установить видеонаблюдение камеры. 9 штук видеокамер будет устанавливаться. Вчера буквально это МВД, наши полиция устанавливали. Вчера приезжал подрядчик. 9 точек мы определили, да? Но это как бы определили не мы, но это в первую очередь, если мы идешь в России, здесь будет
на социальные, ну вот в первую очередь, ну я как понял вчера, на визную группу будет поселок, потом по центральной Пайгушина будет, Бибичелек, Абушахман. И основные мы берем детские, получается, школы и детские сады. Основные у нас перекрестки идут для установления видеокамер. У нас, вы говорили, 18 штук, да? На одном столбе получается 2 видеокамеры. Основная получается, как Сергей идет, и близость района. С выводом к нам. На полицию будет, да. Уже кішкене будет, кішкене бізге, да, бестебедегі тоже тәртіп керек, өздеріңіз білесіздер. Мотоциклдарымыз бар, ДТП-лар болады, осындай жағдайда кішкене қиындау, кім мына жерде кім істеген, бізге мына жерде столбыларымызды да кейбір кезде қағып кетеді, сындырып нетіп, сол кезде ана бәрін қарағанда және тәртіп болады. Тем более сергек болатын болса, скоростной режим, соның барлығын қарап полициялар уже мына жерде өздерінің жұмыстарын атқаруға жеңіл болады. И және тағы да 9-да планируется еще. Ну, бюджет пока нам еще не выделил, то, что выделил на... На 9 пока выделено же. Бюджет есть? 15 камер, получается, выделено на одном столбе по 2 камеры. По 2 камеры. 9 точек, да? 9 точек. 9 точек. Сондай жұмыстар бар. Так, потом, не білесіздер, осы жылы неге біздің больницамызге скорый помощь машина алынды. Бірінші, екінші, үшінші категорияда бұл машинаны енді Соболь маркасы, ішінде бәрі жабдықталған. Енді бізде бұрынғы өзіміздің машинамызды білесіздер, олар кісі тасымалдауға қалаға сай келмеді. Енді мына машина болғандықтан енді мұнда үлкен жарақатты бірінші, екінші, үшінші категориядағы адамдарды қалаға апарып отырады. Мына өзіміздің ескі машинамыз, ол бізде поселок үшін жүреді. Енді барып жүрген қалаға. Өзінің нелері бар, водительдары бар, нелері бар. Осындай бәрін халықтың сұрауымен осындай машина алынды. Және де мынау в рамках ГЧП, мынау Алтын Алмазбен қазір сөз жүргізіп жатырмыз. Бізге 22 жылы 8 многоэтажканы бізге ақтап берген болатын да, қазір письмо жазып, келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Тағы да бір 20 үйді бізге келбетімізге ақтап беріп, жөнге келтіруге многоэтажканы центральный улицаларда. Бізде өзімізде Бестебеде 47 многоэтажный үйлер бар, соның 8 ғана ақталды. Қазір 20 үйді бұл жаққа жылу берсек, ақтап, бетін келбетін бәрін келтірсек, ауылымызда көркейіп үлкен бір жұмыс атқарып қойған деп тұр. Және де бір ойын сауық орталығын, детский площадка, солай салып беруді сұрап отырмыз. Және де біздің Парк Победада тағы да жандарына алдында біз сөйлескенде секілді, енді кішігірім саябақ жасауға ағаштарын отырғызып, сосын ішіне бір оң жағына детский ойын сауық орталығы қойса, сол жағына взрослый мысалы жолдар сондай қойып берсе де. Енді қазір бюджет бекітілгеннен кейін бұл кісілер осы жұмысты атқарады. Қазір күнделікті сол кісілермен сөйлесіп жатырмыз, хаттарын бәрін жолдадық. Енді айтамыз ғой, предварительно вроде одобрение бар, содан осындай жұмыстар атқарылады. Және де тағы да көп жұмыстар бар. Енді нағыз үлкен көзге көрінеді жұмыстар. 12 позиция. Және де біздің мұнда кімдер асығып отыр, мұнда ЧС-тің қаламыздан келген, қазір бізде пожарный месячник басталды, енді күн ыстық, шөп жанады, дала жанады деген секілді, соны кішкене мәлімет айтып өтсін, содан кейін сосын сұрақ жауапқа көшеміз. Қарсы болмасаңыздар. Ассалаумағалейкум. Мен Степногорск қаласынан, төтенше жағдайлар басқармасынан келіп отырмын. Ассалаумағалейкум. Мен Степногорск қаласынан, төтенше жағдайлар басқармасынан келіп отырмын. Сіздерге айта кетейін дегенім, қазір мына өздеріңіз білесіздер, жаздың мезгілі келгеннен бері ыстық көтеріліп, бұдан былай сол себепті жаңағы көшелеріңізде мусор жақпаңыздар, қоқыстарды,
темекі қолдарын сөндірмей лақтырмаңыздар, полиоларда шыны бутылкаларды тастамаңыздар. Оның барлығы ертең өздеріңіздің малдың өрісі өздеріңізге келеді. Айналып келгенде тағы да егерде бір звонок бізге келіп түсетін болса, біреу бір мусор жақты немесе жаңағы жалға келіп түсетін болса, біз осында келіп жаңағы жаққан адамды тауып штраф салуға міндетті боламыз. Ол штраф 20 МРП мусор жаққан үшін. Ол 80 мың көлемінде шығады. Сондықтан абайлаңыздар, байқаңыздар, ертең бір кішкентай мусорды жағдым деп үлкен өртке ұласып кетіп жүрмесін. Негізі бұл қауіпсіздік ережелерін өздеріңіз білесіздер. Біздікі ескерту, алдын алу. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осы айтылсыз қоқыс жақын үшін айыппұл салынады. Ол статьяда ескерту бар ма? Сразу айыппұл салынады ма? Жоқ, бұл статья бойынша ескерту жоқ, тек қана айыппұл. Мусор жанып жатады. Көшеде жанып жатса. Болмайды. От зданий сооружений 20 метр. Кез келген сарай болсын, жаңағы қораңыз болсын, сіздің үйіңіз болсын, 20 метр жерде жаңағы көршінің несі жағып тұрмау керек ол жерде. Қорасы да еш нәрсесі. Сондай условиялар бар оның. Негізі шығарып ұстау керек, иә. Қай жерден сендер көрдіңдер соны? Бір үйге, екінші үйге дейін 20 метр жер. Енді заңмен бекітілген шаруа. Егер де ондай условия... Миғылаларға айтпайсыңдар ма? Қай жерде? Біздің тақаптарға Оның барлығы безопасность қой, қазір сіз жағасыз. Бастарым жұмыс демейсің. Аға, оны біріншіден мен жазған жоқпын. Ол екіншіден сіз жағасыз. Қазір айтып кетейін, сіз жағасыз. Базардың проходтарда жоқ қой, бұрынғы бәрі қосылып қосылып біз өзім осы үйде өзім дворымда мен жағаламын. Почему жағалмаймын? Жағалмайсыз. Заң бойынша жағалмайсыз. Контейнерлерді жағып жатыр. Міне мектепте міне дворлы. Егер де біреу жағатын болса, 20 метрді қайдан алып береді? Оны біз жазған жоқпыз ағасы. Біз жазғанша айту керек. Мен айтты деп айтып бар. Кім айтады? Қайын жағасын айтып Баталович сөзіңізді бөлейін. Онда расында Қазақстан үлкенде жоқ қайтып шығардыңдар, қай жерден? жоқ аға, сіз өзіңіз ойлап көріңізші. Сіз жағасыз, ертең ол желмен мынандай күні мынандай жерде ұшып, біреудің бір шоғы, қорасы бірдеме шөгі жанса, кім кінәлі болады? Сіз кінәлі боласыз. Соның алдын алу үшін жасалған. Көршімді жақпаймын. алдымыз Баталович жағамаса жай біздікі маған керек жоқ, көршім, иә, 20 метр дегенді қайдан алды сен? Қай жерде? Қай жерде үйі бар сондай? Сондай қаланы айтыңдар, міне, последний салынған қала, мына Астана ғой. 20 метр бір үйден бір үйге дейін бар ма? Егер де ондай сіздің аулаңызда ондай территория болмаса, сіз шығарып тастаңыз свалкаға. Немен шығарады? Кстати, баға өсті. Ешкім үндемейді. 10 мың не сұмдық. Бір КамАЗ вывести 10 мың. Ешкім үндемейді. Енді халық өздеріңіз араларыңызда оны шешіңіздер. Невозможно шешуге, невозможно. Айтты анау солай төледі, сен де солай төлейсің деді маған, болды. Ол енді мен шешетін сұрақ емес, мен сіздерге жеткізіп, осындай заң бар деп. жоқ, бұл жерде былай айту керек. Мысалы, мынау Баталович алдыңғы жылдары 24 жылы барлығы естеріңізде ғой, 4 үйде шөп жанды бөгенбайда. Қай айда болды? Ол неден кетті? Октябрь айында болды, 24 жылы, иә. Мен өзім сонда болдым. Құдай сақтады, күн жел болды. Әзір тоқтаттық қой, қаншама қаладан машина келді. Иә, соны ол себебі неден болды? Себебі бір шоқтан кетті. Ол кезде енді пеште жағылды, мусорда жағылды. Енді соның алдын алу ғой бұл, көрсіз шара. Бұл жерде 50 метрге мен де сізбен келісемін. Әр қоқысты мысалы үйдің сыртына 50 метрге барып жағу деген. Енді ол да рас, оны нені мойындау ғой. Бұны кішкене қарау керек расында. Неме қарау керек? Онда көшіріңдер мені. Ал енді мынау шара адамға енді жеткізу ғой енді, өздеріңіз білесіздер. Қазақ атам айтады, оттан судан сақтасын дейді. Содан аман болайық.
бұл кісілердікі айту не міндет, но енді қолында сол нені қарау керек. Алдында тоже мен ағай айтқан кезде 50 метрде барып рұқсат жағып едім. Просто не жақпай бізде көрдіңіз ба, Балтабай Вазирович, бізде жарай жақсы кейбір анау шөптерді кішкене бітелеп жағып жібереміз. Но бірақ енді анау бізде кейбір көшелерде нені шығармайды, навозды шығармайды да жағып түтіндетіп қояды. Сосын көршісі келеді бізге айтады, мына кісі түтіндетіп жатыр, мен не ете алмаймын осы сөзді. Ол неге жағады? Оны шығарып тастау керек, болды, бітті. Оны шығарып тастау керек, болды, бітті. Басқа сөз жоқ оған. Қазір ана жолы біз өзім мен 2 күн участковыймен жүрдім. 20 рейс навоз төгілді. Әлі де төгіп жатыр. Мына кісілерге уведомление береміз. Енді жаңағыдай мынау штрафты да салғым келмейді. Шын айтқан кезде бәріміз өзіміз бюстгальтердің жергілігіміз ғой. 20 МРП деген 80 мың теңге, 80 мың теңге бергенше лучше бір машинаны жалдап, соны шығарып тастаған дұрыс. Және де барлығы айтады, енді ауылдың біздің бестөбенің көркеуі, мысалы бізде 1700 қанша аула болса, соның әрбір үйі шығып өз ауласын тазаласа, біздің бестөбеміз көркейіп жақсылап. Айтады, бестөбе осылай, ана жері жаман, мына жері жаман, көкесі жоқ дейді. Оны енді әрбір адам өз үйін шығарып отыр ғой, дұрыс па? Өзіміздің 10 сотық жеріміз бар, жерімізден 5 метр жер тазалық сақтайды, болды, бітті. Басқа ештеме керек жоқ. Қалған жолын, освещениесін, несін, оны біз өзіміз қалпына ақын келтіреміз. Мен соны айтқым келіп отыр. Иә, біз шығарып тастадық. Міне, атадаманнан шығарып келеміз. Сен қазір мына жаққа барып қойшы, мына Палестина жаққа не, паровоз метро. Барып қойшы, ана не мусордан кейін. Далада жүруге невозможно, понимаешь? Әппақ бәрі, бүкіл нелер. Одан да мен салған жерде жағып жүрсем, ол анда барып шықпайды, понимаешь? Оны салафандар может бөтшеге салып жағып өтеді ме? Жағатын мен шығарайын, өзімді жағып берді. Жоқ, сендер ұшырасыңдар, менің малым ана жақта жиып тұрасың. Сен далаға мен барып бермедің, сендер далаға шықпайсыңдар. Біреуді де біреуге болмайды, понял? Надо думать. Сабыр сақтаңыз, Вазирович, сабыр сақтаңыз. Как сабыр? Мынау жоқ, айтыңыз, сізде ештеңе болған жоқ, бірақ сабыр сақтаңыз. Айтады чиновниктарға, депутаттарға, қазір 50 метрден бәрі жаңадан бізге салсын, содан кейін, пожалуйста. Онда жақпайды. Чиновниктарға мен тыңдамай, сіз тыңдайды халық ретінде. Сіз халықсыз, мен сонда қызмет етіп жүрмін. Сіз айтуыңыз керек. Немене керек? Сол чиновниктарға жеткізіңіз. Сен маған айтып тұрсың. Сіз былай істеңіз, анау егер де сізге жағу керек болса, кішкентай мөлшерде ғана контейнер жасап алыңыз, 200 литр темір бочкалар бар ғой. Сол іште крышкасымен, как положено, жанына су қойып. Ол қауіпсіздік сіздікі және сіздің көршілеріңіздікі. Сіз қазір ала сақтасын, ол өрт пен су тілсіз жау. Ол бірден шоқ кетсе, оны ешкім бағындыра алмайды. Оның бәрі ущерб сіздің көршіңізге келеді. Міне одан 50-55 жыл жақып қойды. Ешкімді жаққан жоқ көршілер. Понимаешь, ешкімді жаққан жоқ. Ол болмаған. Ол просто несі, мынау сиырге, если неге, онда, пожалуйста, Бөгенбайды көшіріңдер қайтадан, перестроить. Жоқ, аға. 4 үй жадыңызды. Түсініңізші, сіздікі ескерту. Қауіпсіздік ережесін сақтау. Жоқ, айту керек қой. Нидерландта солай істейді де, сендер істейдіңдер. Бізді Нидерландқа неге жетпеген. Біз ана сасып жатқан мусордағы малдарды айтайықшы өзі. Көшеге маса келіп жатыр, оны қояқ қойық. Не істейміз көшеге ана мусордағы сасып жатқан малды? Қайдан аламын мен машинаны? Қайдан аламын? Не пенсионер, қайдан аламын мен? Вот, одан да айт, барда. Эй, Балтабайға көтеріңдер пенсиясын. Неге жаңағы? Балтабай Вазирович, ол басқа сұрақ. Какой сұрақ? Жоқ, мысалы, әрбір ауладан шыққан... Неге барып айту керек? Әрбір ауладан шыққан мусорды әрбір адам... Вице-министрларға барып 35 айтқан, міне, свидетель бәрі. Сіздің тұтын машиналарыңыз ғой, қыстай. Жақтыға баруға қорқасыңыз, не? Жұмысынан ал. Жақсы. Тағы қандай сұрақ? Сәкенші. Қайда? Қандай уақытта келіп
Ей, сасып жатқан мусордан малды Енді тиіш ол өз уақытында ол бізде қалай сіз звондап қалай айтасыз, может андай нелер болуы мүмкін, адресті басқаша айтады. А так бізде норматив бойынша воротадан 1 минут ішінде шығып береді кейін. Жетуі бар ғой арман қарай. Ол жетуі, может алда может жол жабық тұрған шығар. Оның бәрін біз біле қоймаймыз ғой. Одан норматив жоқ, ол может айналып баратын шығар. Білмейсіз ғой сіз қандай көшеде екенін. Бір адрес жақын болады, бір адрес Астананың светофордарын мында келіп, себебі любой жерден өтеді. Бесеу бірнеше болу керек. жоқ, мысалға район ремонттап жатады деген. Жоқ, бәрі біледі. А ондай нақты жоқ, осындай уақытта жету керек. Бізде бар 1 минут ішінде олар бұл машина шығып кетеді, болды. Сіздің звоногыңыз келіп түседі, 1 минут ішінде олар келеді да шығады. Ағардай бұл уже. Мен айтайыншы. Қалай не істейсіз? Жоқ, норматив жоқ. Жоқ, нақты уақыт жоқ. Бір адрес жақын болады, бір адрес алыс болады. Жаралым кетті, көрдіңіз бе? 4-5 жыл бұрын мен мектепте міне біледі бәрі. Трансформатор тұр ғой, столдан да. Молодцы міне. Мен звондағаннан кейін 3 минутта 4 минуттан кейін только милицияға милицияның машинасы келді, полиция. Сол тұрды ана жақта. Амалы 41 минутта келді, 41 минут. Енді келген машинамен емес. Аудимен келді. Анау жанып жатыр іші. Қай кезде болды аласың? Қай көтен алады, ол 3-4 жыл болды, білмейді. Ой, аға соны Енді немене? керек еді аға. Что такое? Айту керек, менен ішінде сұрайды, су, уже жаңбыр өтті, ананың жаны бар. Не қойдыңдар ма? Пистолет. Жоқ қойдым мен. Бойканың пистолетін бар ғой, от сөндіруге. Қайда қойдың? Высокого давления машиналарға. Машинада өзінің несі бар ғой. Ана өйткені бір рет поляға шақырғанбыз да, поля жанып. А машина келді да 5 минут ішінде 1 сағат жүріп болды. 5 минут ішінде суын шашып тастады. Я оның расход сондай ғой. Сосын біз Ерейментаудан шақырғанбыз машина. Сізге поляға сондай, разгон сияқты сондай машиналардың барлығы сұрақты. Сондай қоймайсыңдар. Мен түсініп тұрмын. Дала жазды, енді сіз солай деп айтыпсыз, 5 сағат болып сөз. Сондай транспорт қойылмайды сізге, жақсы сұрақ қойды. Сондай транспорттар бар ма? Дала өртенетін болса. Сондай қойыңдар. Крайчтер кейін жоқ, Акиматпен закупаться етілді сіздерге, өздеріңіз түсіндіріңіз, сөмке сияқты киіліп, онымен айырып отырды. 20 литр толып, сол сөндіреді. Мойкада бар ғой машина жуатын. Сондай, өйткені Ерейментау келді бізге. Сондаймен сөндірді. Бір машина әлен гектар жерге жетті. Біздікі келді, көп дейді 5 минут ішінде жоқ су. Сенің бір күні шақыр, сол машиналарды қой, бәрін түгел түсіріп, халық өзімен көрсін. Осылай, біздің машина дайын деген. Серасың ба сонда жағдай? Жоқ, жағдай сонда серасың? Қай уақытта? Дұрыс, не, как бы видео информация секілді, видео информация секілді. Сосын халыққа көрсетсін. Протоколға жазыңызшы. Біздің машиналар дайын деген сияқты. Жақсы. Өйткені сообщениялар келіп жатыр ғой. Күркіреп не түседі деп. Өйткені поляларға түседі қазір. Ары так өзі жер жоқ. Ары ол жанса еще. Дайындығын көрсетеміз. Оның барлығы в основном полялар жану жаңа темекіден, искрогасильден. Ана жылы күн күркіреп, күн түсіп. Редкий жағдай ғой. Қазір көбіне көп жыл ғой. Даже темекі шексе де, ана жер сөндіріп, не жатыр. Ол бір жерге жинайды ғой. Көбінесе сол пойлар, қантымен искрогасильдер болады. Білесіз ғой аппаратураны. Не, вот қазір басталады. Не, майда қандай трактор шөп қайдан болады? Неше шақырымға біздің Бестөбенің отделениесі шығады? Біздің Бестөбенің отделениесі негізі Бестөбенің отделениесі дейсіз, Бестөбенің өз территориясынан шығады. Сосын ар жақтар уже Ерейментауский территория, олар жаңаған кезде біздікі Ерейментауның есіне районына көмекке шығады. Болды. Валерьевич көрдіңіз ба? Не қазір бұл жерде өзен малай получается. Ерейментауский район. Қазір шөп, бұл жерде 3 шақырымға шығу үшін
Біз Ерейментаудан қосамыз ба пожарка? айтып тұрған кім болса да болады. көмекке біздікілер барады. Жоқ, мен түсіндіріп өтейін. Бізде Бестөбеде өздеріңіз білесіздер, жер тапшы. Ар жағында мысалы өзенге қарай асфальттан бір 5 шақырым жол жер біздікі, ар жағы бүкіл Ерейментау. Былай шықсаңыз Ерейментау, былай шықсаңыз Ерейментау, ар жағы Сепкас, былай тоже солай. Бұларды мысалы бұл кісілерді шығару үшін бізде мысалы Бестөбе кентінде тіркелген ғой пожарный пост. 2-3 машина деп отыр ғой. 3 машинаның біреуі ол постоянка, біреуі резерв болады, біреуі ғана шығады көмекке. В том случае, если Ерейментау келгенше бұлар отты ұстап тұруға ұлғаймас үшін қаладан барады. Өзінің Сілетіде қазір пожарный посты бар, оларда тоже машина бар. Жер солардікі, заң талабы бойынша соларды сөндіру керек. Біздің пожарный пост тек қана көмекке шығады. Неге? Бұлар шығып барып сөндірсе, бұларда тоже, мысалы бізде де параллельно мына жерде Құдай сақтасын от болып жатса, бұлар чтобы мына жерге де тоже дайын болу. Және расход солярка бар деген секілді. Счетный елі бұларда спидометрмен тоже бұл күнде отчет. Мысалы жай мусордың өзіне Бестөбенің ішіне шығып келсе, не мысалға 20 болып тұрып, 30 болып тұрса, 10 километрге, мысалы 10 шақырымға ма, олар кісілер хаттама толтырады. Мысалы 10 шақырымға осындай адреспен барып мусор шығарды. Сосын бұл кісілер маған менен келеді, я мен айтамын осындай жерде мусор жағды, бұл кісілер барып шықты деп, мен справка беріп, осылай бекітіледі. Енді бұл енді сондай талап, енді оның бұларда емес, менде емес, сондай талап оларда. Сондай трансбой қойыңдар. Сонда 80 мың теңге осы айтып тұрсыз ғой, 80 мың теңге төлеу керек бір адамға. Енді қаншама мал жайлар, қаншама халықтың бар уақытынан жайларынан шөп жанып кеткен кезде бұларға справка жасап отырасыз ба? Мынау малдарға реніш болмасын. Осылай бере алмады, солярка жетпей қалды. Жоқ, ол неде? Жоқ, сіз шашасыз, ол Бестөбенің ішінде ғана не тұр. А степке шықса, мен справка бермеймін сонда. Бұл жоқ, олар жоқ, вызовты бәрін жасап, бәрін бітіріп келеді ғой. Содан кейін, я, оған жоқ, оған етпейді, олар мен справканы тоспайды. Бұл жұмыстарын бәрін бітіріп, отты сөндіріп, келеді, сосын айтады, не осы жерде біз отты сөндірдік, осындайға шықтық. Мен айтамын, мен сіздер Сөзге сондай сал ғой, мынандай пол шыққан жоқ болды деп. жоқ, бұлар шығады. Бұлар Трансбой. 45 соны қойсам бір болды. Оля, біразға жетеді екен бір машинаға. жақсы, бұл кісілерге сұрақ болмаса, онда бұларды жүре берсін. достайық. Рахмет сіздерге. Жаңағы енді расында 50 метр енді. Мына осы мәселе үшін мына не қоқыс пожар не болмайды. Сол үшін мен ұсыныс жасаймын. Давай бұл кісілерді напрягать етпейді, олар выполняет свои вещи. Давай онда бізде бюджеттен поселка отчисляется не? Благоустройство поселка деген ақша бөлінеді ғой. На уборка мусора, паводковыйға нелерің бар. Соны ақша. Вот сол күндері давай не деймін, сообщество решать етемін, біз решать етеміз. Міне көктемге келді міне қазір. Давай. Осы 5-6 көшеге сол ақшаға погрузчик шығарасыңыз, машина шығарасыңыз, и біз готовы тұрамыз. Өзіміздің мусорымызбен. Әгілер жүріп келіп, біз саламыз, жоқ, олай болмайды. Біз тек қана біз стихияны салғанға шығарамыз. Мысалы, сіз, мысалы, былай қараңызшы енді, жарайды, мал ұстайсыз да, мысалы, любой адам мал ұстайды, ол енді бірінші өзі үшін ұстайды. Мал ұстағаннан кейін, оны навозды өздерін шығарасыздар, күлді өздерін шығарасыз. Қалғандарын біз шығарамыз. Шығарып жатырмыз, налог соған ақшасын бәрін төлеп жатқанымыз жоқ па, үкіметке. Налог оған емес төлеп жатсыз. Неменеге төлеп жатырмыз? Налог сіз земельный төлеп жатсыз. Имуществоға төлеп жатсыз. Налог төлеп жатқан жоқсыз ғой. Малды өзіңіз ұстайсыз. Оны әрбір адамның өзінің міндеті ол. Онда келіп сіздерге 5 шақ берейік онда. Күлді шығарып бәрін. Жоқ, давайте, ақтей қара дейік, давайте, оған нет беріп қойып, уақыт кетірмей. Что 5 шағыса? Вот ағырағын соған келіп Начинаем все эти деньги. Давайте уборку организуйте. Біз шығарып тастаймыз қоқысымызды, бітті. Енді қашан болады трансбой? Соны айтыңдар. бар. Жаз басталды. Көрсетер.
жеткізбесін деп алған bo'yicha жеткізбесін көрдім өзім шақырдым лично. Осы 2 жеткізбесін жыл бұрын ба? жақсы күн рахмет сіздерге да әділхан есімім әділхан болады. Отанов Әділхан аға лейтенант. Осыдан ноябрьдан бастап мен мұнда бастап келдім. 2024 жылы ноябрь айынан бастап. Бестөбеде. жақсы тәте сізде бір сұрағыңыз бар дедіңіз ғой Иә деймін, ана КамАЗ 10 мыңнан төктік воскресенье күні. Неге? Қайдан алған баға соны айтыңдаршы маған. Былтыр 7-8 мыңнан төкті, биыл 10 мың қайдан түсті? Мына тұрған, көрсеңіздерге, мына тұрған мусор маған жақын. Мен аэропортта тұрам. 10 мың алады, не сұмдық? Во-первых, во-вторых, ана мусорды біреу жағады, ол көшеге кіреді бізге, понимаете? жақсы түсініктім сұрағыңызды ана жолы бізде міне камазистер жиналдық оларға мен тура айттым 13 мың дейді 13 мың болды серік айтып отыр ғой мен 13 мың уже слишком уже 10 мың теңге жоқ былтыр 7-8 мың теңге болды дұрыс айтады енді солярка қымбаттады мына кісі камазист өтірік айтсам мына кісі біледі расход соляркасын погрузчик бар, КамАЗ бар, мен айттым өзі 10 мың теңге ұстаңдар, болды. Өзім білдірдім. 13 мың теңге емес. Жоқ, өзім білдірдім, олар маған 13 мыңнан шығарамыз дейді. Мен айттым 13 мыңнан шығармайсыздар, 10 мың теңгеден шығарасыздар, жетеді сол сіздерге. Алдында 8 мың теңге болды, 2 мың теңге қосыңыздар. 7-8 болды, 7 мың 8 болды, иә, әрбір адам енді былай шығарады. Енді оның қоқысына тоже қарайды, если бір полный бір машина болатын болса, 10 мың теңге. Қоқысы аз болатын болса, онда бір 7-8 мың. Енді өзіңіз келісіп соған нетесіз. Сосын мусоркадан ана сасық иіс келіп жатыр. Во-первых, во-вторых, маса толды. Сосын Қошанов Рамазан марқұм үйінің жанында ит өліп жатыр, тоже сасып жатыр. Енді қоқысты мен сіздерге айтайын. Алдыңғы жылы 24 жылы Астана өріс бізге жақсы әдемі оболовка жасап берді. Барлықтарыңызға видеоға түсіріп, бәріне жібердік. Бұл жерде қоқысты енді жалғыз мен лақтырмаймын, жалғыз отырған кісілер лақтырмайды, бүкіл халық болып нетеді. Біз оболовка барған кезде міне мына кісілер бар, міне Саткенович бар, мына кісілер бар. Барған кезде біз орталарын ашып, екі ортаның бәрін ашып, мына жерге жақындатып беру, жолын бәрін жасап бердік. Кісілер келеді де, өздерінің жолдарын өздері жауып тастайды да, ары қарай. Біз емес төгетін жақсы. Жоқ, мен сіз деп тұрған жоқпын. Басқа халық келеді, иә, сондай адамдар бар. Малын тастап кетеді, анасын тастап кетеді. Специально жарайды бізде айтымыз катамагин, бізде жоқ примитивный яма, орын қазып айдап қойдық, осы орын ішіне тастаңыздар деп. Ол жай жат. Сосын кім? Әкім битабы. Мен барып лақтырмаймын. Сасып жатыр, сасып жатыр. Ол енді, мынау мысалы қалаларда, полигондарда барлығы қоршаулы және күнделікті бір адам отырады анда. Келген КамАЗдар мусорды төккен кезде айтады, ай сен ана жерге төкпе, мына жерге барып төк деп. Сол секілді сондай болуға енді қазір әкеліп жатырмыз. Ал енді пока енді бұл енді стихийный свалка ғой, исторический өзі нешінші жылдан бері бар. Ақсақалдар біледі ғой мен отырғанын. Жақындатып келе жатыр елге. 30 жыл бізде бестөбеміз құрылды, содан басталған шығар мен. Бергі шетке төгіп жатыр уже. Енді осы жылы тағы да ақын оболовка жасап, тағы жинастырамыз енді. Жаз жаңа басталды, ана жолы жаңбырларда нелерде, погрузчиктер нелерде. Ана сасып жатқан малды кім жинайды соның ішіндегі? Жинап тастадық біз уже. Жинап тастадық, және тағы да енді әкімнен айтып жатқан шығар мен. Алдында біз 3 КамАЗбен алып тастағанбыз ол жинап. Оған вообще халық қой өздері шығу керек қой. Сыртқа төгіп одан зират жоқ. Халық өзі төгіп отыр. Біз ақша төлейміз. Өзіміз төгіп отырмыз ғой. Сығып адам неге? КамАЗбен барғандар ішке төгіп отыр, жай. Вроде төгіп ақшасын төлейші әнжеге төгіп жазма. Қазір оларда бірінші очередь мен здесь көрдіңіз ба, здесь ГУВД по криминогенности где кісі көп, мысалы мәдениеттің алдына қояды, Айгүлдің жанына қояды, ар жағында 300 орындық мектептің жанына қояды. Жоқ, бұл жерде көрдіңіз ба? Жоқ, мына жерде просто жоқ, мысалы көрдіңіз ба, мына жерде бұларға камера по дорожный транспортный не бойынша ғой. Енді сол сферада істедіңіз ғой. Если штраф келсе, оларға штраф оларға бізге түспейді. Бізге только алып тұрған. Машина өтсе, соларда штраф болып түседі. Ана сыртта қойын деп отыр, стеллаға қояды. Стеллаға бір оны қойын деп отыр. Енді тағы да енді қаражат сұраймыз. Қазір осы 9 ой болса, как раз мен
16 күні әкім қаланың әкімі келсе тағы да сұрайды, 18 камера біздің үлкен поселокқа аз, бізде 37 көше бар, қаншама балабақшаларымыз бар, немелерді. Ну, трассада, там конца тоже по питанию тоже, обслуживание бар. А қандай камера болады трассада? А білмеймін, оны қазір подрядчиктер шығады. Сергек, біреу записывающий. Ол Сергек не үшін? Андай весамен камера қою керек. Өйткені міне асфальт ол портится легковой үшін емес, а грузовойлар. Мне кажется, ыстықта басталады опять. Это бестебе деген жазуда стеллада біреу отырады, сосын оны уже қарап отырады енді. Басқа енді жаңа келіп отыр ғой. Биіктеу жерге қойылмай ма? Ана бестөбенің светін бәрі сынды ғой. Стеллада емес, ал неге Столдың үстіне қойды, столдардың үстіне қойды. Биікке, столдың үстіне қойды. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Мотоциклдар мынау екі жоқ бар ғой, үйде Мотоциклдар мен мұнда полиция қайда кетті полиция? Әсем Медешев. Полициядан да? күні түні өзі екі Міне мына кісі не полициядан айтсын. күні түні екі жоқ бар. Балалар жүреді, балалар бар. Каждый улица менен, жалғыз менің улица емес, каждый улица. еще Ане балаларды ұстамайсың ғой, Балалар үлкендердің соңынан жүреді бұлар. А балалар кольцевоймен шырылдатады былай. Аэропорт Түнде. Әсем Медешевна позвоните. Кольцевой масқара. Мен кеше ғана өзім келдім, қаланың участковымын. Кешке ғана келдім. Мына жер проблемалар қалай болып жатыр? Балаларды қараңдар. Үлкен кісі немен, үлкен кісі ақырын жүреді. Малға барады, Қазір келеді. Әсем Медешевна шақырсын. Мен білуімше алдында осы 2 апта бұрын, мен Әсем Медешевна келді. Осы 2 апта бұрын да Әсем Медешевна бізде по мотоциклам рейдтер болды ғой. Соның үшін мәлімет айтыңызшы, қанша мотоцикл алынды, қанша не қалай жұмыс жүреді? Әсем ғой, шын айтайын бар ғой, өзі екі жоқ бар ғой, күні түні. Таңғы сағат 5:30-6-ға. Балалар жүреді, балалар. Күндіз жарайды тиіспей ақ қойыңдар. Күндіз малға баратындар бар, не бар? Мен саған күндіз тиістеп жатқан жоқ. Түнде біреудің мотоциклін алыңдар, өзі арендыға ма бірдемеге алыңдар да, каждый гражданка киіп алып, каждый мотоциклдің көтінен барып, түрлерін танисың ба? Бізде еще трассада мынау изобильный Өз шаршатты бар, не күн жоқ, ұйқы жоқ өзі бар ғой. Жоқ, оның бәрін түсінеміз. Кеше даже мен родительский Жоқ, көрдім мен кеше, иә. Родительский чаттарға да жазамын, былай да жазамын, то что балаларына мотоцикл бермеңдер деп. Я бар адамдар, которые малға деп алады. Біреулер тағы да бір нәрсеге деп алады. Соның өзінде сіздер өздеріңіз балаларыңызға беріп қоясыздар ғой. Қазір балалар трассаға шығып ойнайды. Олар изобильно бестөбе трассасына шығады. Изобильно, жоқ, маған келмес. Изобильно бестөбе трассасына шығады. Олар сол жерде скоростьпен қатты жүреді. Мысалға да қарап тұрғанда, сіздер оған гарантия бере алмайсыздар ғой. Ертең сіздің балаңыз далада жатыр ма? Жоқ, далада жатқан жоқ. Ертең бір нәрсе болып жатса, сіздер кімді кінәлайсыздар? Сіздер бізді кінәлайсыздар. Сіздер өздеріңіз алып бересіздер мотоциклды, который не зарегистрирован. Сіздер китайский сборканы алып тұрсыздар ғой, который китайский сборка, который келіп тұр мына жаққа запчастьтармен. Сол запчастьтарды мына жақта жинайды да, сіздерге мотоцикл тілейін. Ол бітпей балалар біласың, үлкен адамдар алмасын. Жоқ, жинап сатқан кісіні неге алмайсыңдар сендер? Ол налоговыйға, маған емес бұл сұрақ. Бұл налоговыйға сұрақ. Бұл сұрақты біз қойдық. Налоговыйға бұл сұрақ, потому что налоговыйға олар келе документ. Қазір Балтамайзич, запчасти сату керек. для разъяснения айтайын сізге, қараңыз, 5 апрель күні заң шықты. Все электромопеды ниже 50 кубов регистрация жасау керек. Құжаттары болу керек. Ниже 50 кубов. Я это тоже вопрос уточнял, мен еще Әсем Медешевна звондым, сосын қалаға ГУВД-ға звондым. Біздің мотоциклдарға келіңіздер, бестөбеге объявление берейік, регистрация жасап, документтерін алсын. Содан кейін сосын оларға штраф салайық. Жоқ, Сырмалиш, ол заң бойынша дейді, ниже 50 кубов. Ал біздің мотоциклдар 150 куб, да? Солай бұл қазіргі мотоциклдар. Олар как запчасти проходят, оларды сіз қойыңыз. Если документтер болатын болса, қолдарында, который документтерін сатып алған болсын, онда оларды қоюға болады, өйтіп ол заң енді парламентте на подписание дейді. Заң шықса, содан кейін сосын бұларды. Бұл кісілер мотоциклда, міне мысалы жаңа айтқандай балаларды қоя алмайды. Ертең қасында бұл кісілерді машиналары бар, жаңа машина алынды бестөбеге. Новый машина келді да, сен кешті.
иә келді. жаңа машина еді. Қазір бұл балаларды қуса, ертең бала ертексе, бұл кісілер ертең кінәлі болады. Енді айналып соққан кезде мотоциклді біз өзіміз ата-аналар алып береміз, рульға отырғызамыз, кешке бақылауға алмаймыз балаларымызды, 11-ден кейін жүріп, сосын ұстап алса, бізге келіп, әсем үйдесіне келіп ренжиміз. Мына жерде енді әрбір ата-ана өзінің баласына бермек болдыңыз ба? Қалай ренжімейді? Вот енді ренжімегенде сіздің балаңыз жүрмейді, менің де балам жүрмейді. Басқа балалар жүреді. Сол үшін ата-аналар өздері қарап отыр. Сондықтан мектептерде, ата-аналар отырған чаттарда барлығында бұл кісі өзінің жұмысын жүргізеді. Бұл жерде енді біз енді ана жолы 6 мотоцикл алды да. 6 мотоцикл алынды. Болды кетті. 450 мыңнан жоқ, қайтарылған жоқ. Олар штрафтарын төлеп неткеннен кейін только штраф болды. Еще вопрос. Надеюсь, телефондар емес? Өзі плашат жасағанымыз десе ғой, біздегі сатқан Еще вопрос. Қазір біз щебенка тасып жатыр. Асфальт щебенка тасып. 10 КамАЗ шығады. 5 түнде 5 күндіз жүреді. Болмайды, онда рас емес. Болашақта шахмандар келеді асфальтпен. Күнде бір есе. Мен көрдім ол объявлениені, но ондай жоқ. жоқ, Повреждаю ол бәрі. Асфальт әкеледі, асфальт. Изобилінің арзаны әкеледі. Чапай жаққа? Иә, Чапай жаққа. Ну, здесь уже транспортный контроль. Мен жаңа весь КамАЗ с прицепом изобильный мостында тұр, груженный. Ан жаққа кетіп барады, Чапай жаққа кетіп барады. Асфальт? Жоқ, асфальт емес, материалмен, инертный материалмен, да, щебенкамен, КамАЗ прицепін тасып алды. Біз ана жолы өзіңіз көрдіңіз ғой, апарып, на эту работу ведем, только сигнал, все. Этот вопрос я тоже волен, он алып мне қаланы әкім келеді ғой, мынау вопрос жұмыс істемейді. Сол обращение алып, транспорт контрольға, я білмеймін уже, как достучаться, они должны работать на жерде. Біз қазір өзіміз барып ұстап алдымыз, весаға саламыз, ол заң талабына келмейді. Бұл кісілерді 3 сағат қана ұстауға қақылы бар, ол содан кейін жіберу керек. Көрдіңіз ба? Жоқ, енді вот транспортный контроль салынады, көрдіңіз ба? Но бірақ оған жол бермейміз. Оған біз өзіміз шығып отырмыз ана жолы. Жігіттер де келді. Ана жолы тағы да бір-екі рет КамАЗистармен тоже ұстап весаға салып көрсетіп отырмыз. Енді транспортный контроль Самолюб. Асфальтпен не тасып жатыр, щебенкалар бәрі. Жоқ, мына Жоқ, оны былай істесек қайтеді? Оны транспортный контроль бізге келмейді, мына жолды почталады. Бұған не істейміз? Вообще бірден ойлап табу керек. Вообще жүрмеу керек. ойлау керек, өзіміз барып. Не істейміз? Жолға шығып тұрып алайық, өткізбейік, 3 сағат ары ұстайды, штраф сала алмайсың. Олар сосын бір-екі рет өтеді. Дальше біраз уже стану. Жоқ, ұрсан бар, яғыласың. Жоқ, енді мына жай шахман дейміз ғой, шахман. Шахман енді біздің өзіміздің КамАЗистер. Біздің өзіміз ал технологический жолмен жүрмейтіндер бар, оны қажанға алып тұрасың. Түнде шығып кететіндер, түнде алып жүрмейсің, оны қашан Қола тасып жатыр, иә, июльдарда. Ана жол частный КамАЗдар жүр. Груженный, әкетіп барады. Дөко-дөко үйіп алған бұл. Трассамен ба? жоқ, алдында біз өтірік айтпаймын, Саткеншпен кім Абакин барды ғой, оларда қазір уголовное дело открыли ол жақтарға. Олар қазір ешқандай ештеңе тасып жатқан жоқ. Бұларға қазір запрет стоит. Бір 10 күн болды тасымаған. 10 күннің ажары тасып. Жоқ, тасып жатқан жоқ. Егер кім Валиевич ертең мына бір нені істейтін болса, мына жердегі промежуток бар ғой, Красоводскийге қараған жолда асфальттап недетін болса, бәрі мынамен жүреді. Мына жолдың дымын қалдырмайды. Мысалы, бізге турасы айтқанда, мына жігіттер айтып отыр ғой, бізге мына бесеуі үшін 1,5-3 километр жол керек жоқ, ана жолды гробить ететін болса, ондай ақытына зачем бізге ондай дұрыс? Бізге мына жол керек, первый очередь. Ну, трасса керек, основной. Сапон трасса. Ол жолды қазір өзі ана жолда жүре алмайсың, байқап отырсаң, оны қаласың мына жолда қазір. Бірінші кездегі жүре алмайсың уже. Разбивает жол. Жүргізбеу керек болды. Оларға бірден ойлап табу керек. Білмеймін, қазір мен төрт көзіміз тұрып отыр ғой, бірден ойлап табайық, не істейік? Доңғара атамызда білмейміз, басқа істейтін ештеңе қалмайды, тура айтқанда. Не істеу керек? Егер жаңбыр болса, трассаға шыға
Қазір оларда вот эти вот паводковый период прошел уже, иә? У них же до 15 мая. Ну вот как раз вот неделя осталась. После 15 мая паводковый период бітті, все, пускай постепенно ездит. И технологический жойды. Анау бір такой шахманды сарқа тоқтамайды бар ғой, тоқтамайды бар ғой. Уже алдына барып тоқтайын десем, Если сіздерге айтайын, біз транспортный контроль акимат города, облысқа обращение жазылды подписьтармен, Саткенш бар, кімдер барымыз акиматтан жібердік. Они приезжали мында, келді. Мы им показали проблемаларды. Андан тасып отыр, мындан тасып отыр деп. Все, содан кейін исчез у нас контакт, исчез. Машина кетті. Да, сфотографировались, отчитались и все ушли. Лично мен как депутат ретінде запрос жасадым мен транспортный контрольға. Одан ешқандай хабар жоқ. Жібердік қой. Одан ешқандай результат жоқ. Оны күтіп отырғанда жолдан ештеңесі қалмайды. Жол өзіміз шығып бірдеңе істеу керек. Халықты алып шығамыз деп жоқтатып, машиналардың бәрін білмеймін. Қазір информацию надо проверить. Если неге Североказахстанский асфальт тасып былай нететін болса, тогда уже будет разговаривать, тогда город будет доказывать. Все, мына жаққа тасиды, изобильдің ар жағына тасиды. Не осында жаңа айтып отыр ғой, камера. Сразу түсіріп. Иә, бисамен қою керек камера. Қашан Астанада жатыр ғой сондай. Камера бар Астанада. Сондай қойып қой безіне. Безіне қойып. Ондай екеу-үшеу қою керек жолда. Сол стеллаждан қойса, ол өткен машинада, кірген машинада тексереді уже. Штрафты автоматически келіп тұрады. Қазір сол үшін камера болса, камера же будет, да? На стеле будет, да, на стеле будет. Келатқан машина мысалы разрешенный 12 күнде болса, ол 30 күнге келатса, автоматически штраф Астанада бүкіл жер кіреберістен. Жоқ, бесасымен бола ма? Жай ғана сергек. Висамен. Жоқ, сондай бар өзі, специально қазір Бесамен шығады. Астанада кіреберісте бар. Шыға берісте жоқ та, шыға берісте де қойып демесіз ғой. Камера определяет вес сразу. Нет, наверное, без весы. Без весы, просто электронная камера. Сейчас подрядчики делают, просто здесь пока точкаларды определили, болды. Не істейміз мына жолға ертең тоқтамай жатса? Мысалы, өздеріңіз обращение жасадыңыздар акиматтан. Мен лично өз атымнан жібердім как депутат. Егер оларда результат болса, не істеуіміз керек? қалаған нетсін енді акимат жоғары жағы бар ғой, солай бестөбенің халқы претензия жасап жатыр, мектеп жүргізбейміз деп жатыр деп. Астана Мына депутат жолдас енді вопрос задавать етіп тұр ғой, не істеу керек? Біз бір нәрсе көтерсек, бәрін несі қылды? Степногорскіден сұрайық, ана городской аким бере ме, айта ма, көмектесе ме, нете ме? Біздің бестөбенің, міне мен алдымда өзі сөйлескенбіз есік алдында, кездесіп қалдым. Сонда айтқанмын, бестөбенің бүкіл несі, былығы бар, не тұрғаны, бізде статус жоқ бестөбенің. Статус. Бестөбе немене? Поселок городского типа ма? Или жай поселок па? Ауыл ма? Село ма? Не ма? Понимаете? Біз аналардан сұрау керек. Өзіміздің выделять етіп жатқан бюджетте ақшалар бар аналарда. Олар бізге бере ме, бермей ме? Өзіміздікін өзімізге. Понимаете? Как будто менің пенсиямды қазір көршіге беріп қойып, сол шықылымыз. Если біз статус алсақ, поселок не болса, біздің өзіміздің міне аумақ жер болады. 15 шақырым бұрын совет үкіметінің кезінде міне алдамайды мына намазхан. Ол біледі, 15. А бізде немене? 5 километр, 2 километр деп, конечно бізде. А вот если 15 болса, 15 километрді біз контролировать етеміз міне. Бітті. Бізде статус Соның филиалы болады, бәрі болады, понимаете? Бухгалтерия, өзі ақшаның өзінде болады. И сосын менің мүшкімді уже бермейсіңіз, шығарып тастайсыңыз. Бітті, көрді ма? Бізге статус айтпаса біз ананда қайсы 21 микрорайонда мен талай айтқан. Оны ешкім неткен жоқ, неше жыл қарсақ бір жатыр. Не? Потому что ана бергісі береді, бергісі бермейді. Өткенде Керімәлі неше собрание болды, бұл жерге Керімәлі саны.
городской отырып алып тақырбасып отырып алып мен председатель боламын деп отырып алып это не надо, понимаете, когда есть у нас выбранный акель. Понятно, біз пошел, 6 мың кісі дейсің, қазір 5 мың 500, а 7 мың болдық. Сонда біз немене? Тоқадан тұрып бердік. Тоқадан туғандардың не? түсінемін сізді. Балтабай қараңыз, бізде статус, бізде поселок, бізге ауыл деп алуға ниетіміз. Енді қалаға бізде көп ауыл, біз неге қазір ауыл ел бесігі, ауыл аманаты, ауылды көтеру деген көп программалар бар, бірақ біз поселок деген статуспен сол программалардан ақырмейміз. Мысалы бізде предпринимательдар, если ауыл аманаты, Балтабай, мен түсіндіріп жатырмын ғой, кешірсіз. Мен айтамын ғой, сол программаларға біз қатыса алмаймыз. Себебі біз статус бізде Жоқ, алда айтуғасын, 400 қодан туғасын. Валерьевич, бір мынандай жағдай болды. Больницаға сельский төледі. Больницаға. А бізге мұғалім жүрген как бюджетный организация. Сосын біз шум көтердік, ол кезде Сәрсенбай әкім, кім келді? Ибраев деген ауылынан бастығы келді. Сосын ана жаққа қарады да, бізге төлейтін жаңағы сельский бар ғой, врачқа төлеп отыр медициналық. Олардан да алып тұр, сонымен біз шешеміз бар. Біздің қазіргі жағдайымыз данный момент анекдоттарды аңқаша шеруар үйленгендерін жаққа деп қойды. Ортадан түркі шығып айырысқандарға да біз сол айырысқан жағдайды түсіндіріп Вот, например. Бұл вопросты енді сізде тоже, как депутат секілді, неде тоже көтеру бар вопросты. Обращение жазып, может быть, ауыл статус. Скорый помощьқа мәз болып жүрміз. бізге скорый помощь берді, Ақсуда скорый помощь Еще выброшенные, а? ана скорый помощь не бар? Дальний дорогу жармайды. Ақсуда еще жарайды. Везде көп қой, потому что. А дальний дорогу жарайды, ертең шашылып қалады. Тем более срок өткен скорый помощь. Балаға өтіп кәмпиттер алдап қойған сияқты. Енді ол биомедицинға ертең соны айтып отырмын ғой, келеді, сол кезде вопрос соны көтерейік, айтайық. Неге бізге жаңа машина берген жоқсыздар, я 22 жылға машина жоқ, бізге машина бір емес, екі үшеуі керек. Бір, екіден бізде больница болды, полноценный. Не болдық қой, кім Абай екеуміз қайда, Алматыға бардық. Сонда самолетпен Израильден жігіт қой. Сол Алматының әкімі совет өтіп болмаған больницаны саламыз, совет өтіп болмаған сол. Оларға клуб салады. Бізде тұғы жоқ. Мен тыңдашы, көрмеймін. Ежіктен яқ болады, екеуің айтысып отырған адамдар сияқты. Біреуің әкім, біреуің депутат. Мынау қалай, мынау қалай. Сендер ғой жөнді сұрақтарға, нақты қалды жөнді сұрақтарға жауап беріп, жөнді қандай сұрақтар бар, шешілмеген протоколға алып, сосын қарайық. Ежіктен яқ болады, бір-бірімен анау қайда, мынау қайда. Жоқ, соны шешейік те ғой. Бәріміз отырған сайт жатырмыз ортада. Сіз бұл сұрақ қойыңызға. Мен соғыстан қашан тағатайын? Жаңадан. Ауылдың ішінде жол тұрған. Бүгін ақылдасақ дедік қой, біз кісілер көбісі келмеді ғой, месін соғыстың бәрі. Мысалы мен дайындадым, мысалы алып тастағандар нелер бар, тоже не болғандай. Аюп Серікті алып тастадық, сосын кімді Камиевқа айтайым жол айтты, сосын Балтабай Вазич, Норда кімді Ахметті и Али болмайды, Байц болмайды, и кім Қанатты, как депутат ол постоянно осында болады уже. Жоқ, адағы ескі сызды. Жаңа тізім қосылғанмен 9 адам болды. Қазір мында Абельшинов, Бекмағамбетов, Вегнер, Зинелов, Маркевич, Надырбаев, Назаренко, Качеев и Жұмабеков Ахмет, Асқарбек Ахметов. 11 адам болды. Я 11 адам осыны думаю жеткілікті бізге. Жоқ, мен исключительно, мынау который выбрали кісілер, солардың орнында. Бір сұрақ қойшы. Жоқ, бір кісі шықса, ол орнын басқа кісі кіру керек қой, иә? Ол кісілер халықтың жақтау керек қой, голосование. Ол көтеріп. Қалай сіз өзіңіз кіре салып? Жоқ, мен алдындағы не бойынша тізімді реттедім, кімдердің нелері бойынша. Менде бүгін халық не жиналған жоқ, ертең тағы да жиналсын, не дейді, давайте, голосовать етіп, не істедік. Ол заңы бар.
Қайтадан сайлау керек бәрі. Заңды істей алмайсың. Неге? Мысалы 27 жылға дейін мына список Кім айтты 27? Ну да. 21 Закон было. Не, Уәлишев 21 жыл келгенде Закон было. 23 жылға дейін 4 жылға салынды. Мы в 22 или 21 году. 21 году мне, собственно, было избрано. Было избрано, все. В 21 году. 4 жыл өтті. Потом уже корректировалось. Потом ходил, потом приходил. Все. 23 корректировка была. 23 здесь в ДК, когда обстроил, он здесь сидел. Да, это корректировка. Корректировка. Добавили 2 человек. Все. Это корректировка. А фактически в 21 году был избран место. Все, кандидаты. Голосование здесь, в этом зале. Жоқ, онда сен шекері бәрі болған, олар бар. Нет. Я когда в 21 году... Подожди, когда все избрали, в 21 году место вообще избрано было. Все. Голосование. Он Потом 22 корректировки были. Кто-то выбывал, кто-то вместо него кого-то ставили. Это корректировка. Все. Корректировка. Он утвержден этот в 23 году. Никто не утверждал. Это как 2 человека добавили. Городской актер Хайжан утвержден. Нет, здесь два года. Когда вопрос подняли, здесь я не помню, кто поднимал вопрос. Александр поднял вопрос. Почему Николая Николаевича нету и кого не было? Балтабай Владимирович сказал здесь, Занжир Отырсыз, я сказал, я уйду, за место меня, когда Жумабек Ахмед Тухосов сделал Друспан. Потом пришли, у меня заявление написали. Потом он что сказал? Давайте здесь решим, кто убыл, кто прибыл. Там была корректировка была. Говорю, давайте здесь. И команды все сказали, давайте, вот, все согласны. Я еще список здесь прочитал. Я говорю, вот эти люди сейчас в данный момент есть в составе. И двоих включаем, например, Николая и Шур включаем. Все за проголосовали, так? Нет, Николая мы добавили, и Назаренко она была, давно была. Да, она давно была. Да. Добавили, да. Добавили мы с кем-то. Добавили и тогда буду добавили за место убывшего. Корректировка. Ну вот это вот место сообщества, я не знаю, все, вот Альбершен, говорю, Бекмагомбетов, Гегнер, Генелов, Маркевич, Немисолина, Надырбаев Арман, Назаренко, Качеев, Жумабеков Ахмед и Ахметов Аскарбек Кайрдинович. Еще положение. Каждый должен голосовать, все. Без адам, 10 адам. Жұмыс істеген жоқпыз біз. Вопрос. Жұмыс істеген жоқпыз. Оған несі 10 адам болды. Жиналғанда мен, Шура келеді, Люба келеді, Арман келеді. Дауыс бере қойыңыз. Жиналғанда 5 кісі. 10 адам 5 кісі келеді де басқа. Шешілмейді. Сол шешілмегеннен кейін күндайға шығып. Голосование жасап жүрейік болды. Бәрі сізді кінәлайды. Халық бізді тағайындаған кезінде біз жұмыс істеп жатқан жоқпыз. 5 адам жиналып, 10 адам. Маған жиналмайды. Когда 50% общества нету. 60% болу керек. 60%. 10 адам, 60%, 12 адам болу керек жиналу. Сол кезде заңды шешім. А 5 адам ол сіздерге жақсы. Біздің шешіміміз заң болмаған сіздерге жақсы. Жақсы. Бізде 12 адам, думаю, отлично. Если сообщество. 60% жиналғанда шешім ол заңды. Заң бойынша. Егер 60% аз болса, ол шешімі заңды емес. Ол кімге жақсы, үкіметке жақсы. Ол халықтың шешімі заңды болмаған. Қабылданбаған, жақсы. Біз сол, шындық керек. Сондықтан мен 10 адам болса, 5 келсе, 6 келсе уже заңды болады шешім халық. Сөзі өтеді. Қағаз жүзінде. Олай өтпейді. Согласен. Освещение электроэнергия 20 миллион бөлінді ғой. Енді столбы протянули, трансформатор поставили, конечный результат жоқ. Қашан болады? Свет қашан? Үш сымда столбқа жалғау, 3 сымда ауылға жалғау. Сол қашан болады еді? Қашан, бүгін бізде что, понедельник, да? Вторник, пятница күні кім келді? Гүлназ Майканова. Сосын тағы да бір кісі келді, біз Көкшенерге звондадық. Праздниктен кейін Сергей деген кісі келеді. Комиссионна сол кісімен біз барамыз. 18 үйді өтеміз.
бұл кісілер шын айтқан кезде алғылары келмей жатыр. Біз қазір уже через заманки қаламен уже алғызып жатырмыз. Алгоритм былай болады. Келеміз, сіздерге әрбір үйге предписание беріледі. Столбтан, мысалы, кабеліңізді ауыстыру керек болса, кабельді ауыстыру керек, счетчиктерді. Барлығын 18 үй өзгертеді, предписание беріп. Содан кейін сіздер перечень документов мен Гүлназға жіберемін, или сіздерге сол кезде беріп кетеміз. Сол перечень документтермен сіздер Вестюбинский неге арекке барып, договор заключить етесіздер, бумажный виде. Сол уақыттан бастап, когда вы приведете в соответствие, после этого потом дают команду без подключения. Мы готовы подключить хоть сегодня. Там, он солай болады, да, ол солай болады. Зона ответственности солай. Қазақ алтынға қараймыз. Қазақ алтын кеше свет болмады, одар айтады, менде кісі жоқ дейді, обслужить етеді. Мында шығу керек. Енді соны нетіп жатырмыз ғой енді. Енді бұл жерде мен шын айтайын, Арман, мен саған айтайын, сен өзің келіп сұрап жүрдің ғой. Бұлар алғылары келмеді 18. Жоқ, енді 20 миллионды далаға лақтырып. Жоқ, енді тыңдасаңшы енді. Оны бәрін салдық қойып, трансформатор бәрін жаңасынан қойдық. Мен айтайын, жаңа линия тұр. Давайте, мына линияны обслуживаниені өзім алайын. Потеря на линии, оны сіздерге бөліп беріп отырады линиядағы потеряны. Мысалы, 6000 киловатт шықты ма? 5800 подамам, 200 киловатт, 200 не линия потеряда болады болса, сіздерге 18 үйге бөліп береді. Все новое будет. Соны приведите в соответствие. Ол праздниктен кейін, міне кім Гүлназдан сұрасаңыз, мен сол кісі көзінше хабарласып сөйлестік біз. Келіп, соны дайындайсыздар, документтеріңіз, құжаттарыңызды, барлығы 18 адамға зависит. Бір-екі адам дайындап, қалғанда дайындамаса, ол екі үйге жақтан бір линиядан бере алмаймыз. Сондықтан бүкіл үй дайын болу керек. Мен алдында сіздерге оны айтып Мен оны түсініп тұрмын ғой. Кейбіреудің документтері жоқ, кейбіреудің білесіз ғой, баяғы совет үкіметтің кезінде қалған. Сонымен онымен енді әрбір алдында собранияда Саткенші көтерді қаншама вопростарды. Мен сізге постоянно айтамын, документтеріңізді дайындаңыздар. Мен қазір біліп тұрмын, 18 үйдің бір 5 үйінде дұрыс документтері жоқ. Там по наследствода әлі нетілген жоқ, өзімізді салақтығымыз. А содан кейін бізге ол арек готовы стоит қабылдауға, мен құжаттарым бәрі бар. Бүкіл мен өзім тарапынан бере аламын. Жалға десе, бірақ күн ішінде қазақ алтынын айырып, сіздерге жалғап береміз. Сол үшін сондай жұмыс атқарылады. Праздниктен де ойлап отырмыз енді келіп. Все жақсы. Еще вопросы? Сіз осыны есептеп отырмын деп отырсыз, иә? Елдің 10% мен 5% жоғысының ішінде. Бұл халыққа беруіміз керек емес пе сіз отчетыңызды? Біздің ұйымшылдық жоқ, алдыменен ұйымшылдық жасап алу керек. Мұнда көрдіңіз, басына би болғанның қиқым мәлекей бұзған жоқ па елдің сыйқым деген бар. Біздің сыйқымды ешқашан да сіңбейді, ұйым жоқ бізде. Ең арды сіздер ана жұмысты айтып алсыңдар. Біздің ана қандай мешітте намаз соғымдар оқитын ақсақалдар, жамағаттар, бармайтын мен сияқты ақсақалдар бар, мына отырған тағы басқа. Соның өзінде ұйым жоқ. Осыларды тексеріп алу керек емес пе? Кім бар осының ішінде кім нетіп бұзып отыр олай деген мәселелер қаралмайды да, не болса ойбай 20 метр арғы жақ, бері жақ от тұрса сенен көрем деген қайдағы жоқ бірдеңелерді айтып отырмыз. Сосын мынадай бір мәселе бар. Бір ақсақал, бір ауылды билеуші, қазір жүрміз бір қатыннан аса алмай деген заттарды. Ақсақал деген мысалы міне сені айтады, жас қылшанда. Осыған елдің бастығысың, сол үшін өзінің әрбір адамдарын жеке сайлап алу. Сен мектеп мәселесіне жауап бересің, қарап отыр ылғи. Сен дін мәселесіне жауап бересің, қарап отыр, ушу бар ма, не бар? Деген мәселені тексеріп отыратын елдің орнынан өзің болуың керек. Көрдіңіз бе? Елдің ақсақалын сайлап. Әркім бірдеңені айтамыз, мұны мен ертең құрып, әнекетті өмір сүрудін ол жарамайды. Қайтса да басқаша бір жол өргендер. Бағанадан құрай қайнап отырмыз, айналдырған 5-6 адам. Оны болады. Дұрыс па жатпайды. Потому что билік жоқ деймін мен, статус жоқ, оның билік жоқ. Әкімнің. Қандай билік бар? Қандай билік жоқ? Анадан сұрау керек, аналардан сұрау керек. Расында солай емес пе? Өзбек даже элементарный бізге өзі бұрын шақырту Техас мы не можем пройти, например, обороны. Шақыртайық десе, ешкім келмейді. Әкімге мен обращаюсь еттім, давай пригласи, оно частныйлар. Почему заработать хотят, пожалуйста, кейсим. Потому что бұған не разрешает так, потому что статус жоқ.
Вот сол үшін біз айғайлап бәріміз бестөбенің статусын алып мынаған бүкіл бюджеттің отчисление бәрі қалтасына салса көресің ертең бұл қалай не шай ойнайтындар потому что билбей үндей алмайды ешкім содан кейін не шырма дейміз әкімдегі список туралы иә мен былай мен қазір бесед отырмын былай ойлаймын былай ойлаймын меніңше ана список бұрын составлять етті анау айтты мынау айтты және да көбінесе қарасаң ананың ішінде самозанятые люди имеющие ИП андағыда мына населениеде боқтық біреуде жоқ бір-екеуі ғана шығар население Миниса, там еще кто-то там, например. А мынандай сообщество должен с населением выбираться. Или кошелек нет, но не тех, которые заинтересованы в этом. И ПСВАРКС, например, или самозанятые, которые там таксистом работают или КамАЗ имеют. Понимаете? Ну, им можно допустить одного такого. Жоқ, ана кімнің ипасы бар? Здесь ипасы. У кого здесь ИП есть? Все здесь пенсионеры, жители. У кого здесь ИП есть? Жоқ, ИП. Анада бар, жылқылары бар, Ақбербекте. Тоқтар, подожди. Бұл сіздер КХ ғой, КХ ма, ИП емес қой. Они заинтересованы только в своих целях, понимаете? Халықты ойламайды олар бестөбе. Понимаете, почему? Потому что я коснулся, когда я добивался цены, неге. Уголь, скинул, я тогда коснулся. И тогда кое-кто өзінің қылпилығын шығарды, понимаете? Тут заорали, и все, которые возили уголь, и те, которые расстреляли, бәрі шықты. Вот так что мынандай неге сообщество не должно быть заинтересованных. Только с населением. Балтович, мына жерде предложение жақсы қабылданды. Но енді мына қарап отыр мына жерде барлығы житель, пенсионерлар и кто-то может что-то рабочий. Такого здесь ИП нелер жоқ. Да, они заинтересованы. Жаңа айтты ғой, сол дұрыс. Егер сол туралаған болса, сол біреу дінге жауап берсе, біреу мектепке жауап берсе. Біреу мусорға ана. Сізге көмекші болды. Сізге көмекші болды. Айжан Сәткен, дайте микрофон, пожалуйста. Бір минут. Иә, қазақша сөйлейін. Сырым Алиш, Балташ Ақсақал ғой, жақсы айттыңыз ғана. Ендігіде мына айтқанда 23 жылдан бастап жұмыс істеп отырсыз. Қаншама адамдарды осылай айттыңыз. Барлығы Балтабай болды дедіңіз. Ана кісі болды дедіңіз. Балтабай шықты, Серік Мартын көптен рахмет болсын еңбек сіңді естуге деген. Мысалы айтқанда бұл кісі қандай шаруа істеді соны маған талқылап айтып беріңізші. Осындай болды, осындай не болды, осындай не болды. Ешқандай жұмыс істемеген жоқ. Ешқандай. Айжан Сәткен үшін айтқысы келіп отырғаны, мектеп салыпса 9 адам алып, 9 адам әкіммен, депутатпен бірге жұмыс істеп, полмен бірге жұмыс істеп, сол кісілер полностью программа составление етіп, осындай программа осындай болады, осындай жағдайда спорт осылай болады, осындай нені осылай алып деп, бәрін сізге айтып талқылап сол жерде шешілетін болса, сонда жұмыс жүреді. Мына жерде айғай шу емес, бәрі концерт қойған бір анау анаған қарайды, мынау мынаған қарайды, қасымыздағы анаған қарап тұрмыз бәріміз. Сол себептен бар ғой, уже күлкі болып тұрмыз. Статус болмақ түрде осы болады ғой, Бестөбе деген аты бар, Бестөбенің халқы бар. Иншалла Құдай ашық. Алла амандық көптеп жақсылық болсын, Құдайдан қорқу керек. Анда не бар, мында не бар деген өлсек, өтті көпсіздік 70-тен асқан, анда ипысы бар, мында КамАЗ бар өлсек. Өстікті бәрін қою керек, Бестөбеде жейтін дәрмен қалым жоқ. Бестөбені көп кету керек. Бестөбені көп кету керек. Міне қараш, қаншама КамАЗ-жалдар шахта суатқан ұлданы қазақ суатасын. Дүр-дүргі фабрикаты. Соның реагент түгілін бір фабриканы түгілін жіберсе халық түгілін жұмыс істеу керек мысалы. Ешқандай не жоқ. Ананы айтамыз болды, мына жерде осылай айтамыз болды. Бірдеңе жазып жібереді, әкімді кінәлап, әкім ана істемей жатыр, мынау мынаны істемей жатыр, мынау мынаны істемей жатыр. Одан басқа ешқандай жиналыс болған жоқ. Қаншама жиналыс деген жоқ. Бір жиналыста бар ғой, ұрыс жанжал өсіп, бір-бірін жамандап, бір-бірін жай ғана Балташ аға айтты.
Ұйымшылдық жоқ бізде. Ұйымшылдық жоқ. Сол ұйымшылдықты жасау керек. Ақсақалдарды қолға алу керек. Қай күні жиналыс келеді, ақсақалдар жастық болмаса, жастарды ақсақал қолдаса, сонда ғана жастық болады. Сонда ғана жастық болады. Анаған жаздың несі, жазбадың не? Сол сенде түгел жазып отырып, сырым. Ойнап күн болды. Ертең үйдің кезде бар ғой сенің, уже сайлау керек. Қарама шығатында түгел сені алып тастағысы келеді. Жаңа шыққан құланның дейді, төмен болғанда айғырын көресің дейді. Сол кезде 4 жыл жұмыс істей алмадың ба? 4 жылда, қалған 4 жылда сайлап, жұмыс істеу болады. Депутат жұмыс істесін. Жаңа екеуің бір-бірін айтып тұрсыңдар. Не істеу болады, не істейміз деп. Сендер шешіп салу керек уже. Түні бойы ойланып, сол сұрақты шешіп, 2-3 күні халық қайтатын адамдар сендерсіңдер. Сол сендердің бір халықтың қолдану керек. Уже болды. Но концерт сендер. Целый концерт. Сейчас Николай Николаевич снимет, куда-то отправит. Завтра будет разборки. Кім қайда жіберді, неменемен. А сен менде не айтады мысалы? Растар маған дұрыс айтып тұр. Матысқанда ұстап алады балаларды. Бәрі тоқтайды ана кісілер. Сол себептен елмен болып, елге айтып, балаларға берме. Мынаны түнде шығарып қойып, 11-ге дейін, 11-ге дейін матысқанды қойсын, күндіз матысқанды жүрсін. Сонда ел боламыз. Басқа жақтан біреуді жалдап келіп, бізге шоқпар сатқызып қойып, басымызға салып алса, біз кімбіз? Соны ойлау керек қой, осы болып қой. Яғни бұл жерде дұрыс айттыңыз Асылбек. Мына жерде бізде ауызбіршілік жоқ, кейбір жерлерде бір-бірімізді кекету, ондай расында болмау. Ақсақалдар айтып отыр ғой, Балдаш ағамыз болды. Дұрыс қолдаймын. Менде де ауылдың көркейгені, жұмыс істегені бізге де жақсы. Жаңағы айтып отқан тізім бар, не бар, үлкендеріміздің мысалы жаңа дұрыс біз қанатпен сұрап отқанымыз, енді сіздермен ақылдаспағанда кіммен ақылдасамыз біз? Басқа шешім шығару болды, қанат екеуміз шығара алмаймыз. Қайқасат сізге айтты. Жаңа да сайлайды, мешіт сауышты. Енді сайлайды, мен қарсы емеспін, сайлайды. Еңбек сіңген Бестөбенің шақсына, Бестөбенің жігіттен еңбек сіңген Шакиев Серік отыр. Шакиев Серік болсын ба осы приставдар айтса, халық осыны қолға түсіне қоймасқа. Сол каждый адамды сайлау керек. Сол кезде халқына шыққан адам жұмыс істейді. Аннан-мұнан алған емес. Иә, дұрыс емес. Мына тізімде енді соны күтемін. Халқалап түгел сен асып салу керек қол көтергенде. Бір кісіге ғана қарап. Қайтан сайлау керек. Бір кісіге ғана. Берейіз бірақ полностью. Мына жерде енді тағы да онда халық жинау керек. Бүгін жиынмен сәл алтысына деп біз 22-ші неде бергенбіз. Ешкім келмей отыр ғой, мен көрдіңіз бе? Ешкім келмей отыр ғой. Оны желающийлар нету керек қой, өзі болғысы келе ма? Жоқ, сосын жіберілді ғой, жіберілді. Инстаграмда болды ол. WhatsApp'та болған жоқ. WhatsApp'та жіберген жоқпыз қыздар біз. Болған жоқ деймін. Непонятно болды, что міне қайдан жоқ, онда не кім кеше ғана кім жіберді? Бір күні Александровна жіберді, бүкіл группаларға тоже жіберілді. WhatsApp'та болды дейді, Саткенш. Акиматтың алдында, Ұзапрайдың алдында бәрі жүріп қойыңдар да. Объявление қылып жазып қой, сол күні келеді, сол кезде елдің осылай жағдайы шешіледі, осындай кісілерді солай месті сауыш салу керек, сондай жұмыс істейді. Сол кезде бәрі ойланады, қарай келеді. Келіп жағдайды болса. Ана жерде орысша жалатын керек. Енді біз енді объявление бердік, халық келіп осылай сол вопростарды. Бүгін біз хотели еще ана улицаларға название жоқ, улицаларға название беру деп. Ертеңде қазір майда праздниктен кейін бізде сессия маслихаты болады. Құржұнгөлде бізде 2 улица бар. Абай көшесі бар. Сол жақтан бәрін тоже не дейді дегенбіз протокол енгізіп. не қайда мына 9-шы май келіп жатыр ғой. 9-шы майда параққана болады. Бізде баяғыда өзі 9-шы май қалай болды Бестөбеде? Ат жарысты көп барады. Стадионның бұл байген кругы бар ғой. Мына кісі айтып сал жас жігіттерге. Сырмалевич. Міне фон, мына байген круг стадионның қасында салынады. Осы жерде круг былай жасалынады. Ол жерде стадион тұр, стадион. Міне мына фон, мына жерде стадион тұрады. Стадион, который будет судебным немен, будет разбираться. Уже круг салынбай.
бұларға айтсақ былай сыра саламыз деп. Енді маған келді 100% болса келді деді оны фоктың бастығы. Соған бару керек ертең халықпен. Кругты салып берсін деп. Кругты салып береміз деп, кругты бізден автогрейдер беріледі, подрядчик береміз деді жолдыкі. Фоктікі стадиондық емес, фоктың подрядчигі айтты. Өзім қаражатыма сол кісімен сөйлесіп істеп бердім. Сол кезде мен кісілер шақырып, как раз ана нелер бар. Біз автогрейдер тосып отырмыз, Асеке, әкім. Автогрейдер тосып отырмыз. Енді қазір биыл солай, биыл сосын осы кісілермен үлкендер тұр ғой, осылармен қосып фестивальдің жұмыс шарты жөнінде ашылады. Ондағы лев жұмысшылар бар ғой, бізде вообще қатынас жоқ. 13 күні бізде қазақ халқымен совещание болады ғой, как раз 16 күні, 13 күні болады. 13 слушание болады. 13 күні қазақ халқының слушаниесі болады. Осында болады. Во сколько? 10. Нет, жұмыс жөнінде болды. Үштің кезінде болады, үштің кезінде. Қазір кішкене отыра тұрыңыздар да, сосын қазір сонда неге бірге өткізіп жүрмейсіңдер, жаңағы анау сайлайтын сообществоның несіндегі. Жоқ, ол кезде көрдіңіз ба енді, ол жерде нелер болады, ол жерде басқа вопростарды, ол жерде қарау болмайды. Там только тема общественного слушания болады, ол жерде басқа параллельный вопростар болмайды. Мен естіп жүрмін, жұмысшыларды бәрін дайындап жатыр деді, қазір жұмыс қалды ғой қазақ халқының. Мұндағысы көп олардың айтқанын шықпайтын адамдар, потому что ол қазір басына милиция қойып бірдеңе бәрі оборотта, бәрі нормальный наварда жүргендер, ертең аналардың сөзін сөйлейді да бізге фабрика ашып береді. Сондықтан оны бәрін ертерек ойланыңыздар. Әңгіме солай ғой деп тұр, шындап келгенде. Ертең фабрика ашып берсе, оның аяғы карьераға апарады. Қазір астын тонап жатыр, шындап келгенде, мен оны жасамай айтайын. Енді бір 6 ай ма, 8 ай ма, білмеймін, 1 жыл ма, шахтаны бұзғаннан кейін, олар айтады, шахтаны өздері бұзып енді карьера шығады дейді. Біз соған еміз. Астындағы жұмыс жүріп отқан жоқ, астында полнейший анархия бардақ. Мына 100 шелектік милициялар бәрі жұмыс істеп, қазір біреулер қалтасын қампитіп жатыр. Олар ойлап қойшы, біз той көшеде килограммда алып кетсек, байымыз деп, ол ұрпағына бұйырмайды. Бұйырған емес, ол боқым шығады еще олардың ұрпақтарына, не то что. Міне бәрін реттеу керек. Осы халық көп жинайық та реттейік соны. Пенсияға кепілім бар еді ғой. Жек соңға бермеу керек, оны қазір бермеу. Только берейін. 20 бастап жұмыс нормальный. Ол бір күнде 500 мыңнан салды. Қайдан өтіп сол охранниктер ақша? Оның бәріне біз қазір жұмыс забор беріп жатыр, понимаете? Шахтаға түсіріп жатыр. Бытшық қылып жатыр. Мен балаларым істеп жатыр. Восстановить етеді, олар сындырады. Балалар бұрғылауға барады, сындырады. Күнде дейді, келеді. Бұрын 300-ден дейді, осы жолы 500-ден сартылатып жатыр. 500 мың? Перевод жасап жатыр. Почтадан алуға болады ғой. Почтадан немесе переводтан. Какой охранник может домой слать по 500 тысяч? Так шахтер не зарабатывает. Шахтер пускай. Кубер болады бәрі. Анау охранниктарды айтып отыр. Статус алу керек, өзіміз охранник етеміз. Охранасы бар, ана несі бар, бәрі бірге олар аслында полный ход жұмыс істеп отыр. Енді әрі кетсем 1 жыл жұмыс істейін. Мен біраз кісілердің несі мына изавелин адамдар айтады дейді. Бесеуін изавелинге көшірді. Сосын бір жылдан кейін шахта не придет, не пригодность. Сосын шахта келеді да, ол бір карьера шығады. Карьера келеді, оның ішінде өзіміздің жігіттер жүрген еще оның бәрін. Соған добро беріп, қалталарын қампитып жүрген. Оны турасын айтайын. Себебі болса 15 күн жатады. Охраншы, ол милицияның жұмысы шыққан. Жоқ, ол бәрі сайма связь шығар, білмеймін. Алтын көрсек берсе жұмыс қояды, берсек алтын берсе ме деген жоқ. Оны адамдар бар. Туысында түсіп жатыр ақша беріп. Көзге ашық қойған. Ең бәрі жолдың шаруасын деп отыр, ауылдың үстінде. Анау тесіліп қалған жерлерді кім оңдайды? Кстати, не, жол бітіп жатыр ғой уже. Ана жолы мен айтайын. Отырған алдымыз ғана салынған жолда. Қараңыздар, 21 жыл салынғандар, олардың уже нелері, гарантиялары кетті, оны тесік жағынан тұрып жаңа салынды. Шын айтамын рас. Екі жылдар. Ал мынау кейбір жерлерде мынау ана жолы группаларға жіберіп жатыр, отырып қалған жерлер бар. Оны отырып қалған жерлерді водоканалға біз жіберілді. Олар қазір 12 май күні келіп, сол жерлерді подсыпать етіп, орнына келтіреді. Ал мынау асфальттық жолдарда, оны біз өзіміз средний ремонтпен оны жасаймыз оны. Клубныйдың алдындағы анау баяғы ескі моншаның алдындағы жол асфальт жап-жай ғана салды ғой, 1-2 жыл болды ма уже. 21 салынды. Считай, что жоқ ол уже.
21 салынды. 21 салынды. 21 салынды. Қазір 25-4 жыл уже өтіп кетті. Ана тесіліп жатқан жерлердің бәрі жұқа ғана жерлер ғана астында тасы көрініп жатыр салынған. Сол жер, сондай жерлер бәрі бүлініп жатқан. Сол несі қарау керек. Приемка жасап, качествосын, толщинасын. Тесіліп жатқан жерлер ылғи жұқа, ар жағында тас уже бітті. Анау ескі мойшаның жанындағы ол жерде бір екі жерде керін алған. Жоқ, соның бойымен жүре берші анау. Дом бұйтаның қасы бәрі тесіліп жатыр уже. 300 метр орталар, мен сізге сразу айтайын, 300 метрден салынды. 300 метр жер жазайын, керін алды, 1 километрге. Керін алған жерлер. Оны кезінде неткенде ешкім қараған жоқ. Николаевич, есть добавить что-нибудь? Күлген